соны дойылып өтірік күліп отырмын. Ең басында? Иә, да, басында сұмдық кіші. Сәлем, құрметті көрермен. Сіздермен бүгін тарихтың 4-ші курс студенттері Мұхаммедали, Марғұлан, Байбол және Бексұлтан. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы тарих пәнінде актіні қолдану. Жалпы жігіттер осы жақында ғана практикадан оралдық бәріміз. Курсант мектебінде бірге жұмыс істедік. Енді актіні қалай қолдандыңыздар? Мұхаммедали, өзің бастасаң. Так, ең көп қолданылған актінің оңай түрі бізде презентация болды. Оны кейін айта жатамыз. Жалпы өзімнің презентациямда мен түрлендіретін екі негізгі құралды қолдандым. Бұл MapChart пен Geochrone. Geochroneның ерекшелігі бұл бір сайт. Қалаған жылды уақыт жазған кезде әлемнің картасын көрсетеді сол уақыттағы. Бұл оқушыларға сол сабақта мемлекеттердің шекараларын көрсетуге оңай болды. Екіншісі MapChart, бұл бізде картаны сызу және оның шекаралардың қалай өзгергенін көрсету динамикасы. То есть тақырыпқа қатысты маңызды емес, орта ғасыр болсын, қазіргі 20-шы ғасыр болсын, қазіргі заман болсын, елдердің шекараларын және олар қалай өзгеріп жатқандарын көрсету оңай болды. Бір стильде сызылған. Интернетте қиын ғой қазір, бір качествосы өте жақсы карта табуға болады, немесе өте нашар картаны табуға болады. Анада бір стильде барлық заманға сай картаны жасайды. Ол сабақ жоспарын тиімді өтуге көмектеседі, әсер береді. Уақыт жұмсамаймыз да, біз картаны іздеп интернеттен. Сонда сабақ барысында уақытыңды экономдайсың, иә? Экономдаймын. Сіздің қолданған тәжірибеңізде ол қалай әсер етті, мысалы, балаларға? Балаларға қалай әсер етті білмеймін. Балаларға карта әсер етеді, картамен жұмыс істеген нәрсе. Жалпы бұл құралдың артықшылығы өзіме ыңғайлы болды, картаны жасағанға. Жалпы сөзіңізді бөлейін, жалпы жігіттер бәріңе общий сұрақ. Осы біз екінші курстың бірінші семестрі, екінші семестрінде өткен екіті өттік қой ағаймен. Сол және екінші семестрінде, екінші курстың өттік біз Гүлжайна апаймен, инновациялар үрдістері. Солардың көмегі тиді ма қалай? Ашық сабақ кезінде, тәрбие сабақ кезінде. Мұхаммед айтып өтті ғой, алда айтамыз деп. Біз білеміз. Бұрын канваны қолданбыз. И жаңағы сабақтардың, то есть универде біздің ағай апайлардың берген білімнің арқасында презентацияны басқа да құралдар арқылы жасауға болады дейді. Яғни Genially бар, Powtoon бар, Gender Forest деген сияқты жаңа платформалар арқылы Canva-дан басқа да платформа бар екен, и ол нәрсенің оқушыларға пайдасы көбірек тиетінін біздің біліміміз арқылы. Сонда жалпы оқушылар көп нәрсені бірінші рет көріп тұрды ғой жерде? Эмоциялар қалай болды? Олар қалай таң қалды ма деген секілді оларды көріп? Алғашқы көргендегі реакцияларын. Әрине, андай, біз жаңа практикада жүрдік қой, и олардың, то есть біздің жетекшілеріміздің бәрі ағалардың бар, андай дәстүрлі оқыту форматында да, бар тек кіреді, берген білімін айтады, кетеді. Ал біз сол білімді андай оқушылардың назарын, қызығушылығын арттыру мақсатында андай бір жаңа нәрсе келді олар үшін, қызықтыра алдық оқушыларды. И олар үшін қазір жаңа нәрсе болғаннан кейін бүкіл сабақта соңына дейін аяғына дейін андай тып-тыныш отырып жақсы тыңдады. Түсініктірек болды сабағымыз. Өте қолданатын нәрселердің бірі. Қазіргі таңда. Сонымен қатар біз өтеміз ол сабақта рефлексия болу керек. Яғни оқушылар сабақтың соңында мұғалімге білдіру керек, не түсінді, не түсінбеді, қай нәрсе қызық болды, қызық емес. И сол нәрседен ментиметр дейтін бағдарлама бар, сол тақтаға шығады. Сабақты қысқаша үш сөзбен, қалай өткендігін мысалға жақсы өтті, қызық, и мына нәрсесін жөндеу керек деген сияқты. То есть біз әрдайым оқушылармен байланыста боламызда, и келесі сабақтарымызды соған қарсы жақсарта аламыз деген сияқты кейбір тұстар. Жалпы қазір кез келген пәнді осы акті арқылы өтуге болатын секілді, тарих болсын. Бағана айтып отырмын ғой, ең соңында ол бізде қазіргі заманауи кері байланыс деп айтсақ болады. Инновациялық. Тағы бір айта кететін біздің тақырып тарихқа именно актіні қатысады. Тарихқа келетін болсақ, біз ерте заманмен жұмыс істегендіктен бізге музейлер, оқушыларға түсіндіру мақсатында 3D форматына керекті бізге. И бізде неше түрлі платформа бар, жасайсың картаны, и сол мысалға Лувр мұражайын алар, сол мұражайдың ішінде жүрген сияқты боласың да, и оқушылар көре алады да, Луврдың ішінде не бар, қалай барады, оған қабылса қандай экспонаттар бар деген сияқты. И сол нәрсенің бәрін көзбен көру арқылы жаңағы визуализацияны сол нәрсені дамытады. То есть оқушыларға көмегі зор именно тарих байланысты. Сосын екісіне қолданып жүрміз. Мен де негізі практикада өз басымнан өтті. Бастапқыда сабақ түсіндіретін кезде презентациямен түсіндіретін болсақ, барлығымыз бірдей. Ал біз оны қорытындылауымыз керек, сабақты.
біз оған түрлі ойындар бекіту мақсатында бекіте аламыз, яғни ұйымдастыра аламыз, яғни оған вордбол, нерпут, сондай бір ойындармен қызықты ұйымдастыруға. Ол бізде сұрақтар арқылы сөзін бақырастырсақ болады. Одан қалды бізде сөздерді алып тастап, мәтінге өзінің сөзін де қою деген сияқты. Яғни бір мәтін қойып, оны жалғастыру дейтін сияқты. Негізі мен өзім практикамда қолданған болатынмын, инновацияны. Өте жақсы. Сосын бір сұрақ бар еді. Сіздер ашық сабақ қой, тарих апталы болған кезде Jeopardy дейтін приложение қолдандыңыздар, иә? Сол қалай болды? Ойын жасайды ма, не істейді ол жерде? Мұхаммед Али ұйымдастырды ғой. Жалпы бұл ресейде своя игра деген бағдарлама болады кезінде. То есть белгілі бір тақырыптарға, 5 тақырыпқа қатысты 100, 200, 300, 400, 500 ұпайдан тұратын ұяшықтар болады. Әр ұяшықтың ар жағында сұрақ. Ұпайдың келген сайын сұрақтар да қиындай түседі. Jeopardy соның тез жасаудың оңай бір тәсілі онда. Яғни тарихқа қатысты, тарихтағы қызық және қорытындылауға да оңай, иә? Оңай, иә. Сабақты қорытындылау. Тарихқа қатысты бір 5 түрлі тақырыпты алып, соның әрқайсысына әр тақырыпқа 5 сұрақтан жалпы 25 сұрақ. Деңгейі Біз ол платформаны бір мысалы 3 топ болса, 4 топ болса ыңғайлы қолдана аламыз. Иә, по-моему, қосып өзі кеміте беруге болады, сұрақтардың санын, ұяшықтардың несін деген сияқты. Топтың да санын. То есть бұл өте ыңғайлы әрі тез істеудің бір жолы болды бізде. Жақсы, бәрі жоқ. Онда қорытындылайық. Бүгінгі бізден подкастымызда практиканы аяқтаймыз. Практикадан өткен кісілер өздерінің жаңағы практикада қолданған тарих пәнінің мұғалімдері ғой. Өздері активно қолданғанын айтып өтті. Қандай программалар болған, тарихта да осылай акт арқылы өтуге болатынын көрдік.